Аллах тағала кімге мал мүлік берген болса, кімнің үйіндегі қаражатында бір қойдың құны тұратындай ақшасы артық бір ақшасы болса, 50 мың болса, әрбір мұсылман сол құрбандықты осы құрбан айтта Раббысына жақындау ниетімен шалуы керек. Яғни бұл жерде біз тәрбиелік мақсатта айтудамыз. Бұл жерде біз жаңағындай осындай адамға парыз, осындай адамға парыз емес деген нәрсе емес. Кімнің шамасы жетеді, ол Аллаға белгілі. Кімнің бір қойды сатып алып құрбандыққа шалуға шамасы жетеді, ол Аллах тағалаға белгілі. Өйткені Аллах тағалаға жақындау ниетінде мұсылман тек қана маған парыз болса ғана істеймін, парыз болмаса істемеймін дегендей мінез танытпайды. Ол Аллаға жақындау үшін. Өйткені біз осындай ауру сырқаудың кезінде қазір бір емес бірнеше қойдың ақшасын дәрілерімізге кетіп қалып отыр. Яғни бәрібір шығып жатыр сол ақшалар, одан да үлкен көлемде. Сондықтан бұл жерде мұсылман аямауға тырысу керек. Кімде кімнің тіршілік қажеттіліктерінен артылып тұрған 50 мың теңгесі болса, бір қойды өзінің отбасының атынан шалғаны, Аллаға қарай жақындауы өте ұнамды іс. Сондай-ақ кімнің ондай ақшасы болмаса, алайда ниет деген нәрсе адамға маза бермеу керек. Жоқ, мен бірдеңке істеу керекпін ғой, не істей аламын деген кезде, онда құрбандық шалынбайтын жағдайымызда біз садақа деген мағынаға ауысып, азық-түліктен барып жаңағындай бір адал етімізді сатып алатын, бір 2 килограмм, 3 килограмм ба, 5 килограмм ба ет сатып апарып, мен осыны бір бақырдың үйіне апарып берем, садақа етіп. Ет сатып алмайтын болсам, мен мысалы онда тауықтың етін апарайын. Әйтеуір қалмау керек адам. Бір нәрсе істеу керек. Бір нәрселерді жұмсалуға тырысу керек. Ірі қара шалам деген ірі қара шалу керек. Оған шамасы жетпеген бір қой шалса, қой шалмаған адам, мен садақа мағынасына ауысайын деп бір ет сатып апарып, бақырлардың үйіне қарай апарып қуаныш сыйлау керек. Қойдың етін алмаған адам тауықтың етін апарып берсе, оны апара алмаған адам оны апарып берсе, оны істей алмаған адам мен біреудің дәрісіне көмектесейін, өйткені дәрі деген нәрсе де өте маңызды болып тұр қазір. Осылайша біреу жаңағындай оттек беретін аппараттармен айналысып жатыр. Сол нәрсе аппаратқа сіздің жағдайыңыз жетпесе де, мен сол аппараттың бір 1000 теңгесін, бір 10.000 теңгесін қосып берсе мен құрмаса дегендей. Әйтеуір осы құрбан айт күні құрбандық шалатындар, құрбандық шалумен, тағы да басқа шамасы келетін амалдармен, басқалар әлеуметтік жағдайда сіз бір үйіне барып, бір нәрсе беріп, көмектеспеген адам қалмау керек. Яғни сондай бір мұсылман қалмау керек, осы құрбан айтта осындай істерді жасамаған. Иншалла, осының барлығы Аллах тағалаға жақындау ниетімізді білдіреді. Аллах тағаланың разылығына қол жеткізу, сондай-ақ басымызға жүріп жатқан нәрселерді Аллах тағаланың сейілтіп, алып кетіп, рахмына ауыстыруы дегендей мағыналар. Күллі нәрсе осындай уайыммен, сыйынумен, дұғамен, амалмен, осындай нәрселер арқылы біз Аллах тағалаға өзімізге қарай рахымын, жақсылығын, берекелерін шақыра аламыз. Өйткені кімде-кім кімде-кім мен бермасам да бір жақсылықтарды өз еркімен істеуге тырысып жатқан болса, расымен де Аллах тағала оның шүкірлігін бағалаушы, оның ниетін білуші және сол іздеп тілеп жатқан нәрсесін соған беруші деген мағынадағы аяттар бар. Міне Аллах тағала осы Зулхиджа айының барша мұсылман үмбетіне, біздің елімізге де, көрші мұсылман елдерге де, күллісіне осындай бір жақсылықпен айтатындай амалдарды жасауымызды нәсіп етсін. Аллах тағала біз ойлағаннан да жақсы нәрселерді нәсіп етсін біздерге.